Сәлем достар, сіздермен болған мен Жұлдызай World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы абысындар бірінші бөлім. Сіздерге осы сериал ұнайды деп ойлаймын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикке тыңыздар. Мен сіздерді қатырақ жақсы көремін. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Мынау қандай жаңалық екен? Көрейінші, тағы да бір новый жаңалық шықты ғой. Апа, не істеп отырсыз жалғыз? Сол жаңалық көріп отырмын. Я кеше айтқан новый жаңалық шығады деп. Соны естіп отырмын. Шайыңызды іштіңіз бе? Шай берді ме келіндер? Ой, жоқ, берген жоқ. Ұйықтап атқан шығар. Қазір тұрып беретін шығар. Күтіп отырмын соны. Не? Апа, қалайша күтіп отырсыз? Қазір ауырып қалсаңыз ше? Қазір мен өзім оларға айтамын. Жоқ, керек емес. Қазір өздері шай дайындайды. Жоқ, апа, осылай отыра бересіз бе? Сіздің басыңызға шығады ғой. Немене бәле бұлар? Ой, бұл келінде. Сәлем бердік. Сен білесің ба? Не қылса да орамалмен сәлем береді. Шашын жайып сәлем бермейді. Соны біліп ал. Жүре ма? Жарайды. Не? Апама шай бермейсіңдер ме? Қазір ғана тұрғансыңдар ма? Ұйқыларынан тал түс болды ғой. Немене білесіңдер? Бар тез апама шай беріңдер. Неге мен ана кіші келінге айтпайсыз ба? Сол кеше ғана келін болып түсіп келді ғой. Ол да бір нәрсе істесін да. Не? Мен саған айтып отырмын. Бар бол, сағыласпай. Нервыма тиіп, сосын соны ұғып ал. Орамалы киіп барып, сәлем бер, ұқтың ба? Жарайды. Не? Апама шай бермейсіңдер, мен айтпасам? Туй, апаны мен-ақ ойлаймын, басқалар ойламайды. Мен-ақ шай бере берем. Мынау да мені қорғамайды ғой. Тұршы бол. Ерасыл, тұршы. Ой, не болды, тұрыстап ұйықтайын деп жатырсақ? Не? Тал түс болды ғой, тұрсай? Не болды, Жәнелде кім айқалап кетті? Сен сезіп отыр екенсің ғой, мені қорғамайсың ба? Мен сенің әйелің емеспін бе? Қош, ұйықтап жатырып тұрып кетіп, қорғап атқаным бір түрлі ғой. Кетші бар, сенен де азамат дейді-ау. Маған олай тіл тигізбе. Бар, шайынды ғой. Неге мен-ақ шай құя береткем? Қойшы болды. Мыналардың бәрі шай құй. Немене бәле шай дей береді. Ана келінге барып айтпасам, мен құймаймын. Жан, онда мен жұмысқа кеттім. Жолың болсын, сау бол. Маған жолдан бір нәрсе әкелесің ғой, шоколад па, гүл ма, жарай ма? Жарайды, оны көре жатармын. Келші бері, бетінен бір сүйінші. Ой, қойш, қазір біреу кіріп қалса, білесің ғой, өздері кіре береді, рұқсат сұрамайды ғой. Ой, енді сені күнеге көре бермеймін, кешке келем жұмыстан, сені сағынам ғой. Жарайды. Не істеп тұрсыңдар екеулерін? Ой, неге рұқсатсыз кіресің? Барсай жұмысыңа. Маған олай тіл тигізбе. Ой, жарайды. Сау болыңдар онда. Сау бол. Істеп тұрсың, енді тұрдың ба ұйқымнан? Не болып қалды? Жәнгенде абысын, үлкен абысын маған ұрсып кетті. Маған шай құй деп. Енді барып шай құймайсыз ба? Не? Мынау маған қалай сөйлейді өзі? Маған дұрыстап сөйле, ұқтың ба? Неге сәлем бермейсің? Ой, енді мен апама ғана сәлем берем, болды. Сен білесің ба? Маған да, ана үлкен абысынға да барлығына сәлем беру керексің, ұқтың ба? Жарайды. Бар тез шай құй. Үлкен абысын сізге айтты ғой. Бар, сен де бір нәрсе істесей, кеше ғана келін болып түсіп келдің. Бол тез. Ой, бірше бөлек шығып кету керек еді, әлі жуынып та үлгерген жоқпын. Ас болсын, мынаның бәрін мен істедім, жеп отырыңыздар.
Әрине жеп отыр. Қазір уланып өліп қалмайықшы. Мынау немене бәле? Шай емес, кофе ма? Мынау немене бәле? Кофе дегенді бірінші рет көріп тұрмын. Кофені білмейсіз бе? Ішіп көрмегенсіз бе? Бұл кофе ғой. Я, ішіп көрмеппін. Неге сен маған сөз қайтарып тұрсың? Тәрбиесіз. Қалай тәрбиелеген сені ата-анаң? Ей, тыныш отырсаңшы болды. Я, тыныш отырсайшы, Салима. Бір нәрсе сөйлесем, тыныш отыр. Енді дастарханда ұрсуға болмайды. Барлығы жақсы ғой. Кофе деген несі жаман? Я, кофе маған ұнап қалды. Шайдан қарағанда. Енді үнемі таңғы кофе ішетін болдым. Жарайды, сол келіндеріңізді мақтаңыздар, Айша деген. Я, қызым, не болды? Бір жаққа кетейін деп жатырсың ба? Я, бір жаққа кетейін деп жатыр едім. Енді құрбыммен кездесейін дегем ғой. Әрине бара ғой. Сені кім ұстап отыр? Иә, бара ғой. Ей, тоқта. Мына үйдің түрлігін кім істейді? Соны ойласаңшы. Ол бар екен ғой. Мен бара алмайтын болдым. Жарайды, құрбыма айтайын. Не? Ей, бара бер. Мынау Салима тұр ғой, сол істейді. Жарайды, көп рахмет сізге. Оқасы жоқ. Неге Айшаны жібере бересіздер? Мені бір рет болса жібермегенсіздер ғой. Ей, өтірік айтпаш, сен де қыдырдың ғой. Жарайды, Айша, сен ертерек барып кел, жарай ма? Әйтпесе күн ысып кетеді, басың айналып құлап қалуың мүмкінсің. Жарайды, сізге көп алғыс рахметімді айтамын. Ал Салима, сен мына жерді жинады, үйді жина, ұқтың ба? Үйді кеше ғана жинап едік қой. Енді бүгінде жинайсың тағы да. Енді шаң болады, білесің ғой, бұл үлкен адам дегендей. Жарайды, тура бүгін бұл да кеткеннес. Ей, Салима, болды, тисе берме. Ендеше мен кеттім, апама барып келейін. Ей, тоқта, қайда баратсың? Не болып қалды? Мен қазір дайындалуым керекпін ғой. Ей, сен маған көмектеспейсің ба не? Кел, маған көмектес. Маған жартысын болсын, ыдыс жуып кетсеңші. Жарайды, бірақ қазір кешіп қалмайын ба? Кешікпейсің. Боянбай-ақ қой, ұқтың ба? Неге мен боянуым керек? Боянбай-ақ қой, тез мына ыдыстарды жуып таста. Мен осы жерде отырамын. Жарайды. Апа, үлкен абысын, онда мен кеттім. Неге кеш шығып бара жатырсың? Не болды? Салима, сені бір нәрсеге жұмсады ма? Жоқ, жай, ыдысты жуып кете салайын дедім. Содан уақытым, яғни тығыздап қалды. Жарайды. Соны Салима істеткен жоқ па? Жоқ, істеткен жоқ. Өзім жуып кете салайын дедім. Жарайды. Ендеше кездескенше. Сау бол, жолың болсын. Жолың болсын. Бір нәрсеге ұрынып қалма. Я, ұрынбаймын ғой. Рахмет сіздерге. Мен ертерек келем ғой. Я. Неше сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау бол. Айша, не істеп кеттің? Тез келсе, мен сені 1 сағат болды күтіп отырғаныма. Не болды? 2-де кездесеміз дедік қой. Сағат қазір 3 болды. Ой, кешірші. Енді қолым босамай кетті. Келесі ме, келмейсің ба өзі? Келем ғой, күтші. Бара жатырмын. Үйден шығып бара жатырмын. Ойбай, мынау жаман қатты күлкілі ғой. Ішім шығып кете жазады ғой, күлем деп. Ей, күлкіден жарылдың ба? Бар тез үй жина, или жинап қойдың ба? Қазір тексеремін. Ойбай, ұмытып кетіппін. Сен не ұмытасың да жүресің, Анау Айша келін сияқты болмайсың ба? Сол сенен жақсы келін ғой. Сен болса ұмытып кеттім, сөйтіп істеп кеттім деп.
Сіз неге оны мақтай бересіз? Сенен маған дауыс көтеретін болғансың ба? Ой, кешіріңізші, байқаусыздан болып қалды. Тіліңді жинап жүр. Бар бол тез. Сосын маған тағы да кел. Саған істетін тірлігім бар. Бар тез. Жарайды. Телефонды тастап кет. Мәңіз, неше мен кеттім. Анау Айша деген жалмауыз бір кемпір келінді құртуым керек. Оған жоспар құрамын әлі-ақ. Менің орнымды тартып алды ғой. Қара енді, мен үй жинап жүрмін. Ол үй жинау керек. Кеш батқан соң. Мінекей, мен 3 түрлі тамақ дайындадым өзім. Енді өзім үлгердім ғой. Аяғым ауырт дегенде, әйтеуір ауырып кетті ғой аяғым. Сосын үй жинадым, тағы ыдыс жудым дегенде, аяғым ауырып тұрса да солай істедім. Әйтеуір дегенде, дәмін татып көріңіздер, ас болсын. Не, аяғын ауырды ма, шын ба? Я, аяғым жаман қатты ауырып кетті. Сосын ешкім жоқ қой, өзім істей бердім. Маған айтпайсың ба, мен көмектесетін едім ғой. Жоқ, енді мен өзім істей берейін дедім. Жарайды. Апа, ендеше тамағын татып көрейік. Жарайды. Енді ертеңде өзім барлығын істейтін шығармын. Жоқ, тұр ғой міне Айша. Айша істейді. Сен бір ай ма демалып жататын шығарсың, е? Білмеймін, оны дәрігерден сұрау керек. Жарайды, ертең дәрігер шақырайық. Жарайды. Ал сен болса жатып демал. Қазір ыдысты Айша жуады, е? Я, мен жуам. Кәнекей, тамағын дәмін көрейік. Дәмі деген өте күшті, супер ғой. Кәнекей, осындай картошкасын жеп көрейік. Дәмді екен шынымен де. Тауық еті маған қатты ұнайды ғой. Күшті екен. Рахмет сіздерге.